Қоламта әңгіме 2 бөлім. Оның үстіне Арыстың арқасында қыздың спорт мектебіндегі беделі де жоғары. Бөлім бастығының қарындасы деп қызметтестерінің көбі көре қалса, қоғадай жапырылып, ізет көрсетіп сызылып тұрады. Пәтерақы төлеу де ағасының еншісінде. Ұмытып кетіп жүрме, ертең сенің пәтерақы төлейтін күнің деп тағы да қолақпандай сома ұстата салады. Келесі жаз өтіп, мезгіл күзге ауысқанда, Айғаныштың өмірінің де жазы бітіп, жүдеу күзге айналғандай еді. Рас, арыз айтқанында тұрды. Айғаныш сырттай оқуға түсті, оқу мен өндірісті қатар алып жүрді. Бір шетінен оқуы, екінші шетінен жұмысы қатар жүріп жатты. Яғни ақшасыз емес. Бірақ ең өкініштісі сол, қыз ауыр аяқты еді. Іштегі бала жарық дүниеге шығар сәтіне таяп қалған. Арыз қатты састы. Енді оны өзге жайға ауыстырды. Жалғыз басты кемпірдің үйіне кіргізді де әйелдің өзін күтушісі етіп қойды. Бұл менің жар дегенде жалғыз қарындасым, жолдасы Ауғанстанда оққа ұшқан. Менен өзге жан күйері де, қарасатын адамы да жоқ. Керек десе, атанасы да жоқ. Сол үшін де біз секілді бейбақтарға шарапатыңызды төкейсіз деп, жасамыс орыс әйелін айтқанына көндіріп, айдағанына жүргізіп қойған. Айғаныш ұл тапты, атын Аманбол деп қойды. Ал жеке туу туралы куәлігіне Аманбол Арыс болып жазылды. Бала 2 жастан асқаннан кейін Арыс ебін тауып, оны жанұялы жатақханаға орналастырды. Тағы 2 жыл өткеннен кейін балабақшаға барар жылы Айғаныш сәті түсіп, Құрымбайға тұрмысқа шықты да ауылға кетті. Арыстан көз жазып қалды. Арыста Айғаныш қайда екен деп ындыны құрып іздей қоймаған. Содан бері 20 жылға жоқ уақыт өтіп еді. Айғаныш сол жылдар арасында мектеп жағалады, бастауыш сыныптың мұғалімі болды. Одан кейінде 4 құрсақ көтеріп, бала саны бойынша зейнетке шыққан. Құрымбай дегеннен Айғанышқа құлап түсіп, шынайы ыстық жүрегін ұсынған. Айғаныш Құдайға мәлім нәрсені адамнан жасырып қайтейін, мен де үйлендім, үй болдым, тұңғышымыз қыз. Оны өзіңе де айттым. Шал кемпір бауырына басып алды. Керек десе, өз аттарына жаздырды. Ал мен қазір түске дейін есі бар, түстен кейін есі жоқ, сүр бойдақтың өзімін. Ал сенің әкесі ауған соғысында өлген, балаңа әке болуға мен дайынмын. Алла алдында да, адам алдында да ол баланың ендігі әкесі мен. Сен ұлықсат ет, мен сол баланың әкесі болайын. Қайдан білесің, сол баланың жолы құт болып, одан кейінде талай қара домалақ артынан ерер. Айтқаным періштенің құлағына шалынсын, 2 жарты бір бүтін болайық. Мен неге де болса дайынмын деп, ағынан жарылып, шынын айтқан. Сонымен Айғаныштың аттай 20-дан астам жылы ауылда өтіп, үлкен ұлдары Аманбол орта мектепті бітіріп, оқу іздейтін жасқа да келіп жеткен. Өткен уақыт Айғаныштың өміріне қандай өзгерістер енгізсе, Арыстың тірлігі де өзінше өрбіп өсіп еді. Некелі әйелінен қатарынан 2 перзент сүйген, екеуі де қыз еді. Өзі баяғы спорт мектебін тастап, қалалық спорт және дене тәрбиесі институтына орналасып, келе-келе кафедра меңгерушісіне дейін өскен. Бұлайша айтқанда, аталған мекеменің алтын оқтарының бірі еді. Педагогика ғылымдарының докторы, профессор деген атағы тағы бар. Бір емес, 2 рет диссертацияда қорғаған. Уақыт қызмет бабында оны осындай дәрежеге көтеріп еді. Кезіндегі көзі тікірейген, қара мұрт жігіт, бұл шақта кеудесі алқа-салқа, шашы ағарып, көзі бозарған, көзілдірікті ел ағасына айналған. Мойылдай қара шашы маңдайдан шегіне келе, 2 құлақтың үстіне жекелке үркіп орналасып, тұзға малғандай өңі кетіп, бозаң тартқан. Сол қасқаң жұмыс бабымен өз бөлмесінде оқуға түсушілердің тізімін қарап отырып,
Аман бол арыс деген жазуды көріп қалмасы бар ма? Көрді де, көзі әлгі екі сөзге байланғандай болып шұқиып отырып қалған. Осы мен жаңылып тұрмын ба дегендей, көз әйнегін оңдап, сүртіп тағы киіп қарады. Жоқ, еш жаңылмаған екен. Аман бол арыс деген жазу көзіне оттай басылды да мөлдіреп тұрып қалды. Аман бол арыс деп екі сөзді ішінен әлденеше рет қайталады. Құдай-ау, екеуі де таныс есім. Қайдан естіді бұл есімдерді? Әлде сол ма? Айғаныш болғаны ма? Айғаныш. Егер бұл содан болған бала болса, онда өзінің баласы. Және өзінің кіндігінен жаралған, ешкімнің таласы жоқ тұңғыш ұлы. Ол құпияны жер бетінде білетін екі ғана жан бар. Бірі өзі, екіншісі Айғаныш. Осы екеуінен өзге бұл оқиғаны тірі жан білмейді. Әрі алдағы күндері де солай болып қала бермек. Адам баласына айтпайтын ақыреттік сыр, тас құпия деген осы. Арыс бұл оқуға түсуші баланың аты жөнін жүрегіне жазып алды да орнынан тұрып хатшы қызды шақырды. Хабарландыру тақтасына осы қазірден бастап мына сөздерді жазып іліп қой. Менің аты жөнімді, қызмет бөлмемнің нөмірін түгел көрсететін бол. Аман бол арыс деген абитуриент бүгін не ертеңнен қалмай маған жолығатын болсын. Профессордың дегені заматында орындалды. Ертесі түс ауа оқу орнына барған Аман бол хабарландыру тақтасынан өз атын оқып, тезінен кафедраға барған. Басқа емес, баланың келгеніне хатшы қыздың өзі қуанып жүр. Ағай деді, асығыс сөйлеп, сіз шақырған және сіздің туысыңыз болып келетін бала келді. Қайда ол қазір? Ауызғы бөлмеде. Кірсін. Осы сөзді аса бір мейірмен айтқан профессор отырған орнынан қалай тұрып кеткенін өзі де білмей қалып еді. Бала кіргенде меңгеруші үстелді айналып келіп алдынан шықты. Баланың қолын қысып, алақанын уысынан шығармай кідіріп тұрып қалды. Адам қатты жаурағанда жанып біткен оттың қоламтасына қолын сұғып жіберіп, аз кем сүйсініп тұрып қалушы еді. Қолы жылып, келе-келе сол қызу бойына тарап, жаны біртүрлі ырақаттанып қалатын. Қазір профессор да сондай күйге түсіп еді. Бала алақанынан тараған қызу тұла бойына тарап, содан жүрегі балқып, кеудесі ыстыққа толғандай болған. Екеуі де бір-біріне қарап, қарсы отырған. Баланың профессорға ұқсастығы сонша, ол өзге емес, бір кездегі өзінің бала бейнесімен, балауса шағымен тілдесі отырғандай еді. Бет-әлпеті, қасы көзі, мұрны, әсіресе үстіңгі ерінің жиегіндегі болар да болмас меңіне дейін ұқсай қалыпты. Атың кім? Деді меңгеруші, оның аты жөнін мейлінше жақсы білсе де тағы қайталап сұрап. Атым Аман бол, деді бала. Қайдан келдің? Шал көтеден келдім. Жақсы. Әкеңнің аты кім? Құрымбай. Не кәсіп қылады? Шаруамен айналысады. Шешеңнің аты кім? Айғаныш. Айғаныш дейсің бе? Иә, Айғаныш. Ол кісі не істеген? Анам ұзақ жылдар мектепте бастауыш сыныптың мұғалімі болып істеген. Қыздар институтының бастауыш сыныптар бойынша бөлімін бітірген бе? Жаңылмасам солай. Сірә солай болар. Менің бір білетінім, сен биыл оқуға түсесің. Әсіресе мен аттас балалардың оқуға түспей қалуы мүмкін емес. Ағай, деді, оқуға түсесің дегенге қуанып кеткен бала. Сонда сіз бізді танисыз ба? Әкеңді көрсем танитын шығармын, ал анаңды жақсы білемін. Ол біздің бір жақын қарындасымыздың досы болған. Екеуі жас кезінде бір жүретін. Ол қарындасыңыз қайда қазір? Қарындасым күйеуі екеуі де Ауғанстанға кетіп, сонда мерт болған. Ой, қандай өкінішті? Иә, өкінішті. Сен үй ішіңе менен сәлем дегейсің. Бір ағамен жолықтым. Ол кісі мені оқуға түсірем деп айтты де. Мақұл ма? Мақұл. Ауылдан абитуриент болып кеткен Аман бол студент болып қайта оралып еді. Аядай ауыл алақан соғып қатты қуаныш еткен. Әлгі Құрақбайдың баласы бар емес пе? Иә, биыл 10-ды бітіргенін айтасың ба? Иә, соны айтам. Сол биыл оқуға өз күшімен түсіп кетіпті.
Қойши, сен де көп істей береді екенсің. Рас айтам, Айғаныш та Құрымбай да ауылда болды ғой. Олар үйден аттап шықпады, ал баласы барды да қалаған оқуына түсіп қайтты. Әне, Құдай оңдады деген сол. Иә, ілгері басқанның иті оттайды дегені сол. Иә, жөн айтасың. Ондай атадан асып туғандар болды деген сол. Біреулер таныстарға бәлеміңді санап беріп, баласын оқуға түсіре алмайды. Құрымбайдың баласы ерлеген екен. Ерлесін, ауылдан осындайлардың қара үзіп шыққаны жақсы, кейінгілерге үлгі болады. Қой, Құрекеңе баралық, құтты болсын айталық, ол не дегеніңіз? Құрақбай бұл хабарды құрақ ұшып қуана қарсы алды. Әне, менің тәрбиемді көрген бала сондай болады деп күлкірсіді. Ол менің тәрбиемді көріп ержеткен бала. Бұл дегеніңіз ізгіліктің және соқталы жақсылықтың басы. Былайша айтқанда, енді Аманболдан кейінгі балалар да қаздай тізіліп оқуға түседі деген сөз. Бұған қалай қуанбассың, бұны қайтып атап өтпессің. Ақ түйенің қарны жарылды деген осы. Ал Құреке, енді еш аянушы болма, бар тапқан той жасау үшін жинаған қазақпыз ғой біз деген. Ой, болады, біздің үйде осылай той болады. Айғаныш қуаныштан жүзі бал бұлжанды, бет моншағы төгілердей болды, өзінше үлбірей қалыпты. Студенттік шай берілген күннің ертесі Айғаныш Аманболдың оңаша қалған сәтін пайдаланып, істің мәнісін сұрады. Жол бойында тегінен тегін жатқан батпан құйрықтың сырын білгісі келген. Бала жайын айтты. Осылай да осылай аға өзі шақырып алды да мені оқуға түсесің деді. Ақыры айтқанында тұрды. Мен студент болдым. Мама, ол кісі сізді таниды екен ғой? Иә, танитын болса керек. Сол кісінің қарындасы болғанға ұқсайды. Аты жаңылмасам Толқын болуы керек. Екеуіңіз дос екенсіздер. Толқынның күйеуі Ауғанстанға кетіпті де содан қайта оралмапты. Иә, солай. Ол кісі, яғни сені оқуға түсірген кісіні айтам. Толқынның ағасы болатын. Толқын екеуміз қимас дос болатынбыз. Ауғанстанда қайтыс болған болды ғой қайран жастар. Ауған жерінде 10 жылдан астам кеңес әскері болғанын өзің де жақсы білесің. Бейбіт күнгі бұл соғыс талай жанды қыршындай қиды ғой. Бұлар да солардың ішінде кетті. Иә, сол жерде қайтыс болыпты. Профессор сол қарындасын тым жақсы көретін тәрізді. Содан кейін ғой мені оқуға түсіргені. Иә, ол кісі Толқын екеумізді де жақсы көретін дегенде, әйелдің беті албырап, көзі кіреукеленіп кеткен. Көкірегіндегі бір қоламта қоздап қоя берді. Деді іштей толқып, бұл сол баяғы қайран арыз. Құдірет десеңші, басқа Аманболдың алдынан шыққанын қара. Мені Толқынның досы депті, күйеуі Ауғанстанда мерт болды депті. Бұл да қисынды сөз, енді қайтсын, өзгесін дәті барып қалай айтады. Және маған да алдын ала ескерткені ғой, осылай да осылай болсын дегені ғой. Бәрі де солай болсын. Айғаныш студент баласы алғашқы семестрді бітірерде қалаға келді. Арыспен де ұшырасты, жай туысқандар секілді реует танытты. Қос кеудеде де қоламта қоздап, қобыз сарыны естілгендей болғанымен әдептен озбады. Бұл дегеніңіз тірлік толқынында кемесі бірталай жүзіп, енді жағалауға бет алған, ес тоқтатқан егде адамдардың салиқалы түрде сыр шертіп, салқын сырласуы еді. Екі жақта аяқ астынан ию-қию араласып, ыдыс-аяғы сылдырлап кетпесе де, бір-біріне алыстан дөң үстінен қол бұлғағандай болып, ара-тұра барып келіп тұрды. Не дері бар, арыс Аманболдан жақсылығын еш аямады. Қолынан келгеннің бәрін істеді, оқуына да, тұрмысына да көмектесті. Оқуын бітіргеннен кейін 2 жылдық аспирантураға түсірді. Барын шашып, той жасап берді. Той үстінде шетелдік жеңіл машинаның кілтімен қоса, жеке пәтердің кілтін де қоса табыс етті. Үйлену тойы қоныс тойына ұласты. Ертесі сол кездегі қазақтың ұлттық университетінің бас корпусының қасындағы Аққу кафесінде елден ерек 2 адам өзара сұхбат құрып, сырласып,
ұзақ отырды. Өткендеріне ойша саяхат жасады. Болып өткен жәйттерді сағына еске алысты. Ара-арасында күлсіп, ара-арасында мұңайып та қалады. Бұның бірі арыс болса, екіншісі айғаныш еді. Бір айта кетері, ақ айдында баяғыдай қос-аққу кеудесін нәзік толқынға тосып, қатар жүзіп жүрмеді. Шағын көл беті де ойға батқандай үнсіз, тыныш еді.